Сәлем, егер сен бір керемет жағдайлармен қыздың нөмерін алып, оған не жазатыныңды әлі де білмесең, онда бұл видеоны соңына дейін қарап шық. Мен саған көмектесемін. Дайынсың ба? Онда кеттік. Бірінші, оригиналды және креативті бол. Қайырлы күн. Көзіңді жұмшы. Оның басын қатырып, шаршатып, мүлдем қызық емес нәрселерді жазуды қой. Сен сабақта жақсы оқитын баладайсың. Өзіңнің сондай бір жақсы болғаныңмен, сондай бір дұрыстығыңмен қыздан ешқандай эмоция тудыра алмайсың. Енді реті келмеді. Мінеки, мәселенің барлығы осыда. Сен сәлем қалайсың, не істеп жатсың, қайырлы таң, қайырлы түн, қалай ұйықтадың деп жаза бересің. Ал оның барлығы одан еш қызығушылық тудырмайды. Себебі сен сияқты тура осылай оған күнделікті жүздеген жігіттер жазып жатады. Сол үшін бұлай жазуды тоқтатқаның дұрыс. Жағдайға байланысты креативті әрі қызық хаттар ойлап табуға тырыс. Екінші, қызға барынша дұрыс әрі ашық сұрақтар қойғаның жөн. Үй ішіндегі түрлі проблемаларды талқылаймыз. Ашық сұрақтар дегеніміз, сен бүгін немен айналыстың? Саған қандай жерлерде серуендеген ұнайды? Мысалдар жатады. Яғни байқап отқаныңдай бұл сұрақтарға бір сөзбен жауап беру мүмкін емес. Неге? Потому что шеге десе. Және қыздан қалың қалай деп емес, көңіл күйің қалай? Менімен кездескеннен кейін қандай сезімде болдың? Көрген кино саған әсер етті ме? Деп сұраған дұрыс. Себебі бұл сұрақтар түрлі эмоцияны тудырады. Үшінші, оған жазған сөздерің екі мағыналы болсын. Сіздерден ба, мен өзімнен ба де. Негізінде жігіттер өз достарына барлығын қалай бар, тура солай айта береді. Ал қызбен сөйлескенде оны барынша қызықтырып, диалогтың ойындағыдай болғаны тиіс. Себебі қыздар жігіттердің оларға айтқаннан әрдайым бір гәп іздеп жатады. Яғни подтекст. Бұл оларды қатты қызықтырады. Және де сен қызға өз фантазиясын қосуға мүмкіндік беру керексің. Себебі олар ойды толықтыруды жақсы көреді. Қорытындылай келе, екеуің қарапайым нәрсе жайында әңгімелесетін болсаңдар да, оның мағынасы әлде қайда тереңде болуы керек. Төртінші, әзілге жақын бола біл. Бір күні бір жылан ішіп алыпты да, сосын мен шпагатқа отырамын деп. Мысалы, қыста аққала жасайық деп жазсаң да болады. Ол келіскеннен кейін оған сәбіз ала келші деп өтін. Қызда жоқ болса, сенен сұрайды. Ал сен өзіңде әрдайым бар екендігін айтсаң болады. Міне осындай қызықтар. Кейде қыз жауап бермесе, жігіт, ау, қайдасың, неге жауап бермейсің? Деп сұрақ белгілер жіберіп жатады. Мен оның орнына тірісің бе? Деп смайликпен сұрақ белгісін қоямын. Сол кезде ол әзілді түсініп, ха-ха-ха, жоқ, тірі емеспін, жартылай тірімін, немесе әрине тірімін деп жауап беріп жатады. Ең бастысы әзілімді бағалап, бізге жауап берді. Бұл жерде миды қозғалту керек, себебі ми жігіттің ең сексуалды мүшелерінің қатарына кіреді. Бесінші, оның мазасын алма. Шаршап қалдым ғой. Қызға сағат сайын қалың қалай? Не істеп жатсың? Қашан тұрдың? Қашан жаттың? Тағы не істедің? Ұйқың қанды ма? Неге қанбады? Не түс көрдің? Не тамақ жедің? Қайда бардың? Деген сұрақтарды мың реттен қоюдың қажеті жоқ. Мынау кәдімгідей шауып тастады ғой кәдімгідей. Сұрақ қойдың ба? Ол босағанда саған міндетті түрде жауап береді. Әйтпесе сен оған сағат сайын жаза беретін болсаң, өзіңнің гиперқызығушылығыңмен барлығын білдіріп аласың. Ал біз керісінше оны қызықтыруымыз керек қой. Алтыншы, хат алысуды бірінші аяқта. Сен жігітсің, бірінші жазған сен, оны жүргізетін де сен, аяқтайтын да сен әңгімені. Солай ғана ол сенің хатыңды оқып, оған жауап бермеуіне мүмкіндік болмайды. Сол кезде біз еш нәрседен жеңілмейміз. Және соңғы 7-ші пункт, оны кездесуге шақыр. Бірден. Сразу не деген подход, қараш. Әңгімелерің жарасып, барлығы ойдағыдай болса, онда уақыт өткізбей онымен тезірек көрісуге тырыс. Себебі хат алысуға қарағанда өмірден көрісу екі тарапқа да әлде қайда көп эмоция сыйлайды.
Апталар бойы оған жазудың да қажеті жоқ. Қыздар жазушыларды емес, тез қимылдайтын жігіттерді жақсы көреді. Ал сен онымен көріспесең, ол басқа жігітпен кездесуге барып, көңіл көтерер. Басты мақсат сол болды ғой, басты мақсат сол. Сосын саған қаншалықты ұйқысының қанғанын немесе қанбағанын айтып жеткізеді. Кейін сол жігіттің орнында сен болу керексің. Бүгінге осы айтылған кеңестер пайдалы болып, видео саған ұнады деген ойдамын. Уақыт өткізбей, саған ұнайтын қызды тезірек қаратуыңа тілектеспін. Сол себепті тез лайк басып, өз пікіріңді төменге жаз. Бұл тақырып жайында көбірек ақпарат білгің келсе, дәл қазір менің төмендегі инстаграмға кірсең болады. Жаңа видеолардан қорғалмау үшін каналға тіркелуді ұмытпа. Сенімен бүгін болған мен Санжар Айдар. Келесі видеоларда көріскенше.